Достар, бүгін сіздерді тағы жаңа оқиға күтіп отыр. Мына жолы бұл операциямен байланысты. В общем, бұл шамамен 10 жыл бұрын ауылда болған оқиға. Жалпы мен кішкентай кезімде ауылға барғанын ұнататынмын. Өйткені өзім ауылда туғанмын және жақындарымның 10% осы жерде тұрады. Ал Атырауға мен 2004 жылы жасым 5-те болғанда отбасымен көшіп келдім. Операция оқиғасы болған кезде мен Атырауда тұрып жатырдым. Алайда ауылға жақындарымның үйіне келген болатынмын. В общем, бір күні ауылда жүргенде біз барлығымыз жиналып обед ішіп бастаймыз. Кәдімгі қарапайым тағам, ешқандай ерекшелігі жоқ. Мен тамаққа тойып алған кезде жақыным маған тағы тәрелкеме тағам салып же деп айтты. Әрине мен ренжіткім келмей тағамды толықтай жеп тастадым. Міне осыдан кейін мен ішім кәдімгідей ауыра бастады. Әрине обедтен кейін сразу ауырған жоқ. Бұл оқиға түс қайта ұйықтап алайын деп жатқан кезде ғана басталды. В общем, ішім кәдімгідей ауырды ғой, ішіме пышақ тыққандай сезімде болдым. Бірақ мен пышақ тыққандағы сезімді қайдан білем? Осылай түс қайтадан түнге дейін ішім өлтіріп жаман ауыртты. Жақындарым және мен де бұл уақытша ауру деп ойладық. Қазір кішкен соң кетеді деп ойладық. Солай отырғанда таңда болды. Есімде бар, түнімен ұйықтай алмай құсып әлсіз болып жатырғаным. Иә, бұл өте қиын кезең болды. Таңертең мен әлі ауыр жатырғанымды көрген жақындарым мені емханаға апаруды жөн көрді. Емханада дәрігерлердің айтуынша менде соқыршек. Яғни маған ішкі операция міндетті түрде жасау қажет. Шынына керек, мен өлуіме сәл қалыпты. Егерде кішкене кейін апарғанда ішімнің соқыршегі жарылып кетейін депті. В общем, өлім аузында болыппын. Мен сол операция болып жатырғанда мүлдем білмедім осы ауруым туралы. Өйткені маған ештеңе айтпады сол кезде. Білмеймін, бәлкім жақындарым уайымдамасын деген шығар. Мен операция болғаннан кейін, ұйқыдан тұрғаннан кейін ғана соқыршек екенімді естідім. Шын айтсам, шамалы шокта болдым. Тұрайын десем, тұра алмай отырдым. Денем мүлдем әлсіреп қалыпты. Осылай әлсіреп 1-2 күнде жатқан болатынмын. Алайда іштегі дәрігерлер маған күні бойы жатпай, күн сайын кішкене болсын емхананың ішінде жүрсін, қозғалсын деді. Солай сенің қаның жүріп денсаулығың жақсарады деген. Солай мен барынша күн сайын емхананың коридорларында анда-мында жүретін болдым. Сәл кішкене болсын тезірек жүрсен, ішің кәдімгідей ауыратын болды. Сол себепті жүргенім тасбақаның жүргенімен бірдей болды деп айта аламын. Бір аптадан кейін мені дәрігерлер босатып жіберді. Өйткені оған дейін мен денсаулығым жақсарып, енді қалған емімді үйден алатын болдым. Негізі көбісі 2 аптада емделеді емханада. Алайда мен өлгенше ішім пысты емханада. Сол себепті шыдай алмай соңында бір аптадан кейін жалынып үйге кетіп қалдым. Міне осындай оқиғалар. Достар, бұл оқиғаны мен сіздерге толығырақ айтқан жоқпын. Өйткені екінші бөлімді шығарамын деген ойлар бар. В общем, егерде көп лайк пен просмотр жиналса, мен тағы да сіздерге осы емханада болған оқиғалар туралы айтамын. Сол үшін лайктарыңызды аямаңыздар және комментарийға өздеріңіздің емханамен байланысты, операциямен байланысты оқиғаңызды жазып кетіңіздер. Барлық дұрыс комментарийларға лайк басып шығамын. Ал ең қызық оқиғаны комментарийда прикрепить етіп қоямын. Сол кезде сіздің комментарийіңізді барлығы көретін болады. Ал осымен қоштасамыз. Жоқ, сіздердің салған фанарттарыңыз. Қараңыздар, Нура Нет дейтін аниматордың салған фанарттары. Қызықты стильмен шығыпты. Рахмет, Нура Нет, суреттік қабілетіңді арттыра бер. Келесі артымыз Амир Калагановтан. Бұл артта қызықты стильде шығыпты. Қалай ойлайсыздар, достар? Маған өте ұнап тұр. Амир, рахмет саған, еңбегін өрсе берсін. Бинон дейтін никпен салған адамның фанарты. Вау! Бұл енді менің ВК-мда тұрған суретті салыпты. Шынына керек, өте жақсы шыққан. Алайда Бинон, мен осы каналдағы кейіпкерімді салғандарын дұрыс болар еді. Бірақ сонда да рахмет, әдемі шығыпты. Бомба бай деген қызықты никпен салған адамның фанарттары. Шынына керек, бұл арттарда қызықты шығыпты. Таңғалдыратын ештеңе жоқ, бірақ сонда да өте қызықты шығыпты. Рахмет бомба артына, саған сәттілік. Абухайыр Досанұлының фанарттары. Наруто және Ано түрінде салыпты. Бұл арттарды күлкілі деп айтуға болады. Абухайыр, саған рахмет және сәттілік. Келесі Данияр Әли де мені Наруто түрінде салған. Әрине, бұның бәрі жай ғана бастырылып салынғаны көрініп тұр. Достар, кішкене болсын креативті салсақ жақсы болар еді. Рахмет сонда да Данияр. Ал енді ең соңғы арт бұл Қасиет Құмарханнан. Вау, қараңыздаршы, бұл шынымен де топ екен. Құмархан, респект саған және артын өте керемет. Ал осымен аяқтайық фанарттарды. Сау болыңыздар, келесі кездесеміз.